Ассалаумағалейкум жағаларым, қалайсыздар, денсаулықтарыңыз жақсы ма? Мамамның сол кафе ресторанларға, тойларға заказға істеп жүрген беляшиның рецептіменен бөлісемін. Бұл жерде бір нәрсе кеміс болды, оны видео ақырында айтып өтемін. Ақырына шекем көрің. Бұл жерде мен 63-түк беляши істедім. Оған 1 литр сүт, аз-маз жетпей қалса, қамырыңыз қаттылау болса, соған қарап су қосасыз. Қалған суымен өлшемеді. 150 грамм сары май, дрожжи доз құмшекер, қалемше саласыз. Аз-маздан. Қамырымыз соншалықты дәрежеде бос болу керек. Қолдарымызды жаздырмастан жапсып құшақлап тұрған болу керек. Сонда бос болған болады. Кейін қамырымызды біріктіріп болғанымыздан кейін, мұшылап отырған уақытта аз-маз майға жіберіп мұшылаңқырасақ, ашып отырған кезінде мұшни болып көтеріледі. Пиязларымызды да майда етіп турап, ұсақлап, паршпенен жақсылап араластырып аламыз. Паршпен араластырып отырғанда іләжі барынша бармақларыңыздың арасынан шығарып қатты мұжып араластырып алың. Сонда дарап кетпейді. Зуала істеген қамырларын көрсетпедім. Хамиға өзінің қалеуінше, қалеген үлкенлігінше зуала істесе болады. Зуала істеп болып бойын алдыр, бүгіп болып бойын алдыр деп отырмаймын мен. Зуала істеп отырған кезіңізде ең бастағы бірінші қойған қамырларыңыз өзі бойын алады. Содан бастап қолыңызбенен жайып бүгесіз. Қамырымыз бос болғаны үшін қолменен арқайын жайылады. Кейін бүгілуін көрсеттім. Бүгіліп отырған кезінде қаттырақ қысыңқырап жіберсеңіз болғаны. Пісіретін уақытта да сондай бойын алдырып отырмай, ең бірінші бүгілген қамырларымызды сыртпаслай береміз. Бірінші бүгілген аузы ашық тұрған жағын майға қаратып, асты бетіне көплеу май құйып, кейіннен төңкеріп, ішіне де май көплеу құйсаңыз, іші де сырты да теңдей жақсы піседі. Және бір жері майды астын қойып пісіресіз. Май қатты қызып кетпеу керек. Ләжі барынша астен тұрып пісу керек. Мына жерде балам менің пісіргенде астен алып кетіп баратыр, көрген болсаңыз. Кейін майын сырғып, пешкінің сеткісіне мен майын сырғып қойдым. Ажайып беляшиларымыз дайын болды. Ең баста айтқанымдай, бұл жерде бір нәрсе кеміз. Бұл әлбетте ана жанымның мехрі, анамның даярлаған беляшилары бәрібір басқаша болады.